әкесі қайтыс болғанды жетім дейді. Хайуанатта анасы өлгенді жетім дейді. Ал құста болса әке шешесі өлгенді жетім дейді екен. Өйткені өгіз жұмысын бітіреді кетеді, сиыр бұзау туылғаннан кейін сиыр өліп қалса өгіз барып қарамайды ғой. Ана сиыр өліп қапты деп. Бие өліп қалса айғыр барып қарамайды. Түйе өліп қалса оны еркек болып қарамайды. Өйткені ода ақыл жоқ. Міне адамдардың әзір. Ал енді әйелі өліп қалса еркек мейірімді өзінің баласына қарайды. Сондықтан қазақта айтады дейді, жетім менен жесірден хаққы дейді. Әйелі өліп қалғанын деген несі жоқ. Тура ондай да сөз бар. Ұзақ жолда атың өлмесін, қартайғанда қартының өлмесін, не болып қалатын жаңағы, мұқтаж болып қала тұрған жағдайда. Дегенмен адамдардың жүрегінде мейірім болса, ол не болмайды, жетім қалмайды. Әзіргі кезде көп бауырларым бұл не бұл тірі жетім деген нәрсе. Балдарына қарамау. Ал құста болса, оның еркегі қайтыс болса, ұрғаш қайтыс болса, еркегі де не тұқымды жұмыртқаны басып, оны шығара береді екен. Аллах Субхану ва Тағаланың бұл сипаты Рахман сипаты. Бұл Құран-ы Кәрімнің бүкіл мағанасы мен мазмұны, құрметті бауырларым, бұл Фатиха сурасында тұр. Фатиха сурасының мағанасы мен мазмұны міне Бисмиллахир-Рахманир-Рахим де тұр. Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Әзіргінде адамдардың дандайсып жүруі, білген істеп жүруі, оның барлығы сол Аллаху Субхану ва Тағаланың Рахман сипатының арқасында. Бұл дүниеде Аллаху Субхану ва Тағала мейірімді. Күн шығады, барлығы пайдаланады. Түн болады, барлығы пайдаланады. Жаңбыр жауады, барлығы пайдаланады. Ол Аллаху Субхану ва Тағаланың Рахман сипаты. Момындар бұл Рахман сипатын біз жақсы түсінуіміз керек. Өйткені, құрметті бауырларым, біздің Құран-ы Кәрим 114 сураның бір ғана Тауба сурасынан басқаның барлығын біз Аузу биллахи минаш шайтанир раджим Бисмиллахир-Рахманир-Рахим деп айтамыз. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен деп Тауба сурасын ғана Бисмилламен оқымаймыз. Ал Намл сурасында Бисмиллахир-Рахманир-Рахим не болады, оны екі рет айтамыз. Өйткені біздің шариғатымыз бұл не? Мейірімді. Құран-ы Кәрімді де Аллаху Субхану ва Тағала Рахман сипатыменен бізге не қылды, жіберді? Шариғат. Жаңа айтып атырық, Аллаху Субхану ва Тағала әлемді өзінің Рахман сипатыменен жаратса, ал Құран-ы Кәрімді де Раббымыз не қылды? Рахман сипатыменен бізге не қылды? Құрметті бауырларым, түсірді. Бұны біз жақсы сезінуіміз керек. Аллах Тағала айтады бұны Құран-ы Кәрімде: Ар-Рахман алламал Құран, халақал инсана алламахул баян. Ар-Рахман дейді. Бүкіл әлемді жаратқан Рахман Аллаху Субхану ва Тағала бұл не қылды? Құранды үйретті. Халақал инсана алламахул баян. Адамды жаратты да, оған баян қылуды, оның жан дүниесіндегі нәрсені адамдарға айыртуды не қылды? Раббымыз не қылды? Үйретті. Халақал инсана алламал Құран деген жоқ. Адамды жаратты, Құранды үйретті деген жоқ. Бірінші не деп атыр? Ар-Рахман алламал Құран. Рахман Құранды үйретті. Өйткені мақсат адамды жаратудан алдын оның Аллаху Субхану ва Тағала мақсатын қойып тұр. Мұсылман адам бақытты. Мынау нәрсені түсінуіміз керек. Ақылды бар, алғыр бар.
Алғыр деген мүмкін dünya iliminden озып кетуі мүмкін. Ол мұсылман болсын, мұсылман болмасын, инженер бола ма, технолог бола ма, биология не қыла ма, алғыр дейді оны. Ал ақылды деген кім? Ақылды деген мынау аспан мен жер неге жаратылды? Соны түсінген адам. Және де адамзат не үшін бұл дүниеге келді? Сізді Аллаху Субхану ва Таала бұл дүниеге алып келген кезде не мақсатпенен алып келді? Осы нәрсені түсінген адам ол ақылды дейді. Біз ақылды да болуымыз керек, алғыр да болуымыз керек. Тек қана алғыр болып, ақылды болмасаң, оның пайдасы жоқ. Мұны Құран-ы Кәрімде Раббымыз айтады: «Инна фи халқис самауати вал ард, ва ихтилафил лейли ван нахар, ла аяти ли улил албаб, аллазина язкуруна Аллаха қияма ва қуда ва ала джунубихим, ва ятафаккаруна фи халқис самауати вал ард, Раббана ма халақта хаза батила, субханака фақина азабан нар». Әлбетте аспандан менен жердің жаратылуында, кеше менен күндіздің алма кезек ауысуында ақылды адамдар үшін Алланың бар екенін, бір екенін көрсете тұрған дәлелдер бар. Ондай ақылды адамдар тұрғанда, отырғанда, жатқанда Алланы еске алады. Және де аспандар менен жердің жаратылысы жөнінде пікір қылып айтады: Раббым, бұны сен бостан босқа жаратқан жоқсың дейді. Құран-ы Кәрімде бірнеше аят бар. Аллаху Субхану ва Таала аспан мен жерді бір ермек үшін жаратқан жоқ. Оның ішінде сіздер мен бізді. Афа хасибтум аннама халақнакум абаса ва аннакум илайна ла турджаун фатаала Аллахул маликул хаққу ла илаха илля хуа раббул аршил карим. Біз сендерді бостан босқа жаратып, сендер бізге қайтып оралмаймын деп ойлайсыңдар ма дейді. Жоқ, олай емес. Ұлы аршының егесі ондай бекер нәрседен Раббымыз өте жоғары. Өткенде мен бір неге барған кезде Ташкентке барып, мынау нені көрдік? Құран. Осман радиаллаху анхудың кезінен бері келе жатқан сол Құранды көрдік. Сол жерде құрметті бауырларым, енді әңгіменің есінде айтып кететін нәрсе, барып енді бір нәрсе алып қайтайық деп сол жерге барған екен. Қарасам, бір Құран қоя тұрған не тұр? Тақта тұр да, ағаш. Көресің, Құранды ашып қояды ғой. Сондай не тұр? Ағаш тұр жаңағы. Жоғары көтерілеткен, төмен қылады екен, бірнеше несі бар жаңағы ненің да. Соны бағасын айтады, бағасын сәл қымбаттау. Неге бұл ағашты десек, онда шеге қағылмаған, сол ағашты істеу үшін ұстаның бір қанша уақыты өтеді екен. Ана ағашты кесеміз дейді, содан барып оны не қыламыз дейді, оны кептіреміз дейді. Оны кептіргеннен кейін барып, оны бір қанша неден кейін барып, оны осындай бір қалыпқа келтіреді екен. Әр ол ағашты бір отын қылу үшін болса, оны бірденеге лақтырып жүрмей ме пешкеге? Сол сияқты, құрметті бауырларым, Аллаху Субхану ва Таала бізді бостан босқа жарататын болса, бір нутфа кезімізде тастай салмай ма? Фалянзурул инсану мимма хулиқ. Адам баласы неден жаралғанына қарасын. Фалянзурул инсану мимма хулиқ. Хулиқа миммаин дафиқ. Атып шыққан судан жаралған. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. Адам баласы адам деп айтылғанша заманнан қанша уақыт өтті. Сіз бауыржан, ержан, сансызбай дегенімше қанша уақыт өтті.
Hal ata alel insanu hina mined dehri lem yekun şey'en mezkura. İnna halaknal insana min nutfetin. Bir emşacin deydi, aralaskan. Akemiz ben şişemizden aralaskan nesinden? Ruhundan yarattı. İnna halaknal insana min nutfetin emşacin nabtalihi ve cealnahu semi'an basira deydi. Onu biz sınav için keyin ne aldık deydi? Yestetin, köretin kıldık deydi. Allah subhanahu wa ta'ala sizler men bizde ülke ne için maksatını yarattı. Kutilal insanu ma akbara min ayyi şeyin halaka min nutfatin halakahu faqaddara summa sabila yassara summa amatahu fa akbara. Adam balasına ölüm bolsun Allah'a kalay karşı çıkat deydi. Kutilal insanu ma akbara min ayyi şeyin halaka ne narseden jaralgan bir karasın deydi. Min nutfatin halakahu faqaddara. Bizde jarattı, ne kıldı? Bärimizde, müşelerimizi toluğuman. Dünyaya kile turgan jolunda jegildetdi. Ya eyyuhal insanu ma garraka bi rabbikel kerim allazi halakaka fesavvaka feadalak fi ayyi surati ma şa'a rakkabak. Adam balası jomart bolgan, meyrimli bolgan, Rabbinden uzaktauga ne narsa sebepkar boldu? Allazi halakaka seni jarattı. Seni tengistirdi. Bukul kol ayağın bari ten kıldı. Kalagan suretinde beyneledi. Bir ake bir şeşiden tuğuladı. Yekizler tuğuladı. Her kaysımız Allah subhanahu wa ta'ala özümüzge jarasa ne bergen? Tulu berdi. Kuday saklasın adamların bär tulu birde okusa ne болады onda? Kaysı oru, kaysı kim eken bilmey kalasın. Allah'ın hikmetin, Allah'ın rahmatını biz, bavurlarımız sezinuumuz gerek. Biz Müslüman halkı köp oylanumuz gerek. So кезде bizde ne buladı? İmanımız küçüyedi. Kur'an-ı Kerim, Peygamber Aleyhisselam'ın hadisleri barlığı bizden aklımız bilen yüreğimizge söyleydi. Yürekte meyrim, akılda ne bolu gerek? Nur bolu gerek. Buna Kur'an bilen hadis bilen biz nurlandırmamız gerek. Sonda biz Allah'ın biz ne? Rahman sıfatını sezindik.